Парфюмерия индустриясындағы инновация. Қызылордадағы Назарбаев мектебінің оқушысы хош иістендіргіш алудың жаңа әдісін ойлап тапты. Жас дарынның ғылыми жаңалығын сыр өңіріндегі тілшіміз зерделеп көрген болатын. Нұрлан Жақыпбеков толықтырсын. Отандық кондитерлік өнімдерді дайындауға қажет түрлі дәмдеуіштер шетелден алынатыны белгілі. Ал парфюмерия өндірісі елімізде атымен жоқ. 17 жасар Ақмарал Бейсенованың тың технологиясы осындай жаңашыл бастамаларға негіз болмақ. Біздің жаңалығымыз өндірістегі 2-48 сағат бойы тура жүретін реакцияны 30 есеге қысқартып, 2-5 минут аралығында алған болатынбыз. Жағымсыз заттың арасынан біз жағымды иіс хош иістендіргіш алып отырмыз. Біз жалпы 17 тәжірибе жасадық. 17-нің барлығында шықпағанмен 14-ші тәжірибеде ең көп жақсы жағымды иісті шығаруға мүмкіндік болды. Ақмаралды ғылым жолына жетелеген ұстазы Нұрбол Аппазов. Олар күрделі химиялық қоспаларды синтездеу арқылы экологиялық таза әрі энергоұтымды тәжірибені сәтті жүзеге асыра білді. Хош иістендіргішті жасауға бар жоғы 5 минуттай ғана уақыт қажет екен. Өнімнің негізі ретінде мұнай қалдығы пайдаланылады. Оған сірке қышқылы мен катализатор қосылып, мынадай қысқа толқынды пештің ішіне салынады. Негізгі реакция дәл осы пештің ішінде жүреді. Бұрынғы әдістерде қосымша өнімдер түзілетін болса, оларды қосымша тазартуға уақыт жіберетін болсақ, біздің жаңағы Ақмарал екеуміздің жасаған жұмысымыздың нәтижесі, онда қосымша тазарту жұмыстары қажет етілмейді. Бұл жаңалық дарынды жас өреннің алғашқы жемісі емес. 2 жыл бұрын сортаң аумақты жасыл желекке айналдыру бағытындағы ізденісі арқасында Павлодарда өткен ғылыми жобалар байқауында топ жарған болатын. Қазіргі таңда Ақмарал ғылыми жетекшісімен тың технологиясын патенттеп алуды жоспарлап отыр. Алдағы уақытта жаппай өндірісте қолданылатынына сенімді. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар, Қызылорда.